Қорғансыздың күйі. Бірінші бөлім. Мен 1976 жылы Алматы облысы Қабанбай ауданында дүниеге келдім. Отбасында 6 жанбыз. Әке шешем, мен, 2 інім және 2 сіңілім. Әкем жетім өскен. Мінезі тұйық, орта бойлы қара торы реңді кісі. Кеңес үкіметі кезінде шалғай жерде совхоздың малын бағатын. Қазір кішігірім өзінің мал шаруашылығы бар. Анам көп сөйлемейтін, бұйығы, үй шаруасына епті момынжан. Мен ес білгелі нағашы апамның қолында өстім. Апам өте мейірімді, ақкөңіл, жақсы кісі еді. Мені бауырына басып, алғаш бастауыш сыныптан бастап, осы апамның қолында оқыдым. Ата-анама тек демалыстарда ғана барып тұратынмын. Олар бізге сирек келетін. Өйткені малдан шыға алмайтын еді. Жастайымнан әке шешемнің мейірімін көрмедім. Апамның қолында өскендіктен болар. Олар маған бөтен сияқты еді. Оның үстіне олар да мені еркелетіп, бауырларына басып, жақын тартқан емес болатын. Інім туылған соң тіпті жандарына да жуытқысы келмеді. Әкем інімді көтеріп алып, еркелетіп, барын соның аузына тосып, мен жанына барсам, мені шет қақпалайтын болды. Анаммен де қызы мен анасы болып ашылып сөйлесіп сырласқан емеспін. Маған суық қатал болатын. 9-шы сыныпты бітірген соң апам денсаулығы болмай қайта-қайта ауырып қала берді. Сөйтіп анамдар мені Сарқан қаласына әкемнің туысының үйіне апарып тастады. Сол кісілердің қолында мектепті бітіргенше оқыдым. Ол кісілер оқыған, көкем қызметте істейтін, тәте мектепте жұмыс істейтін. Обалы не керек? Олар маған жақсы қарады. Мен аққұба, орта бойлы, қолаң шашты ренді болып бой жеттім. Көпшілігі мені ұйғыр ұлтының қыздарына ұқсатты. Мінезім тұйық, көп сөйлей бермейтінмін. Мектепте орташа оқыдым. Сурет салғанды жақсы көретінмін. Домбыра тартып ән салатын өнерім де бар тұғын. Жастайымнан әке шешеден жырақта өскеннен кейін бе, олардың мейірім шапағатын сезбей өскендіктен болар. Көңілім бостау еді. Біреу бірдеме деп сөйлесе, тез жылап қалатынмын. Кез келген ұсақ түйекке де тез ренжитінмін. Бар сырласым да, мұңласым да қара домбырам болатын. Тәттіні жақсы көретінмін. Бірақ оның өзін сирек жейтінмін. Ата-анамдікіне барғанда, болмаса көкемдердің үйінде бір жиын той болғанда ғана. Көкемдер қаладан оқудан балалары келгенде бар дәмдісін пісіріп, тортын алып, балаларын жақсылап күтетін, бауырларына басып, мейірлене еркелетіп, қыдыртып, киіндіріп жіберетін. Мен соларға қарап қатты қызығатынмын. Шіркін, менің де ата-анам мен ауылға барғанда осылай күтіп алса екен, деп армандайтынмын. Бірақ менде олай болмайтын. Мен елеусіз анда-мында өсіп бойжеттім. Мектеп бітіретін уақытта 71-ші жылғылар армиядан орала бастады. Сол кезде Сарқанда жаңадан армиядан келген тәтемдердің көршісінің баласымен таныстым. Ұзын бойлы, аққұба, сымбатты жігіт болатын. Маған көзі түсті ме? Әйтеуір бір сылтауратып біздің үйге келгіштеп жүретін. Көкем қызметтегі кісі болғандықтан таңертең ерте кетіп кешке кеш келетін. Тәтем де күні бойы жұмыста. Ол кісімен ашылып сөйлеспейтінмін. Алғаш рет етеккірім келгенде шошып абдырап қалғаным бар еді. Сонда маған анам, апам, не тәтем, қыз балада бойжеткен соң қалыпты жағдай болатынын ескертпепті. Түсіндіріп айтпапты. Мектепте де мінезім тұйық болғандықтан ба, құрбым, не досым болмады. Сонымен жаңағы көрші баламен сөйлесіп жүрдім. Мені жақын тартып, достасып, дүкеннен тәтті келіп, көңілімді аулап жүретін. Нағашы апамнан басқа ешкімнен жылу көрмегендіктен бе, осы жігітті жақын тарта бастадым. Оның қасында өзімді жақсы сезінетінмін. Сөйтіп жүріп мектепті бітірдік. Сыныбымыз қоштасу кешін ұйымдастырды. Ата-анам, қызымыз мектеп қабырғасымен қош айтысып жатыр екен-ау, не керек екен, көйлек әперейік пе, деп хабарласып сұрамады да, келмеді де. Әйтеуір тәтем бір көйлек сатып әперді. Мен қатты қуанып, жабырқаулы көңілім көтеріліп қалды. Көңіліміз алып ұшып толқып жүрген кезіміз, сыныптастарымызбен қоштасу кешін өткіздік. Қоштасу кеші аяқталуға тақаған кезде көрші жігіт келді. Кеш біткен соң мені үйге апарып саламын деді. Сонымен үйлерімізге тарқадық. Біз көрші жігіт екеуміз сол түні сезімнің жетегіне кетіп қосылып қойдық. Пәктігімнен айырылдым. Сосын жігітім, уайымдама, ешкімге айтпа, мен сені ұнатамын, жақсы көремін, саған үйленемін, деп уәде берді. Мен де
Оны ұнатып, жақын тартып, сөйлесіп, достасып жүргендіктен оған сендім. Осылай кездесіп жүре бастадық. Сол кездерде ешкім менен не армандайтынымды, оқуға түскім келеді ме, жоқ па сұраған жоқ. Ал мен әнші, болмаса актриса болуды армандайтынмын. Ішімдегі бар жан сырымды, қайғы-мұңымды, махаббат тебіреністерін қара домбырамды шертіп шығаратынмын. Осылай тәтемдердің үйінде тұра бердім. Арада біраз уақыт өтті. Жігітім әні міне деп үйленетін түрі жоқ. Бір күні Алматыға кететіндігін айтты. Сол жақта жұмыс істеймін, жер телімін алып үй саламын, сосын келіп сені алып кетемін деді. Мен оған сенетінмін. Ол менің ең жақын, ең жақсы көрген адамым еді. Күтуге уәде беріп, қош айтысып қала бердім. Кейін жігітім сол кеткеннен мол кетті. Ешқандай хат хабар жоқ. Ол жайлы ата-анасынан сұрауға ұялдым, бата алмадым. Осылай жүргенде өзімді біртүрлі сезіне бастадым. Жүрегім айнып, басым жиі ауырып, мазам қаша беретін болды. Осындай жағдайда жүргенімді тәтем байқап, бір күні дәрігерге апарды. Сөйтсем, аяғым ауыр екен. Тәтем менен ештеме сұрамай, бар киім-кешегімді жинап, анам алып келді. Қызының аяғы ауыр болып қалыпты. Кімнен, қалай болғанын өзінен сұрап анықтарсың. Осы уақытқа дейін қарастым, өзің білесің. Сарқанда көкен белгілі кісі. Дау болып ертеңгі күні елдің сөзіне қалғым келмейді. Қыз сенікі. Әрі қарай не істесең де өзің білесің, деп тастап кетті. Анам мені жер-жебірме жетіп ұрысты. Жанымды шығарды. Мен қатты күйзелдім. Осы жағдайдан кейін түсік тастадым. Өз-өзіме келе алмай жүргенімде анам мені күштеп, ым-жымымды білдірмей, ауылдағы бір жігітке тұрмысқа беріп жіберді. Ол жігіттің ата-анасын жақсы біледі екен. Мен ауылға келіп кетіп жүргенде, осы қызымды бізге бер, келін қылайық деп сұрап жүрген екен. Осылай мен ойламаған жерден небәрі 19 жасымда сүймеген білмеген адамыма тұрмысқа шығып кете бардым. Ес білгелі көргенім осы болды. Ешкім менімен санаспады. Қайда барса да тірі жетімнің күйін кешіп бойжеттім. Санамда мен деген жеке тұлға қалыптаспады. Сөйтіп, сенген жігітім тастап кетті. Кім не десе, қайда барса, кімге берсе де қарсыласпай, өзімді керексіз зат сезіндім. Мен тұрмысқа шыққан жігіттің есімі Биғали. Алдын анамдар ауылға барып жүргенде көретінмін. Елеусіз, көптің бірі болып өзімен өзі жүретін. Бір үйдің үлкені. Одан кейін 4 інісі бар. Ата-енем бәріміз бірге тұрдық. Атамның ащы судан ұрттайтыны болмаса, жақсы кісілер еді. Екеуі де зейнеткер. Мен келін болып түскен жылдары кеңес үкіметі ыдырап, еліміз егемендік алды. Тоқырау жылдар басталды. Жағдайымыз қиындау болды. Масаққа шығып бидай жинайтынбыз. Оны әкеліп, диірменнен өткізіп ұн қыламыз. Сұйық майды да егістіктен шемішкенін масағына шағып, қолдан тартатынбыз. Кейде ащы болады, кейде жақсы шығады. Сонда да ештемені рәсуа қылмайтынбыз. Шұлық, қолғап дегенді қолдан тоқып киетінбіз. Атам тамаққа ақша таппаса да ащы суға табатын. Ішіп алып, енеме күн көрсетпейтін. Тоқпақта бұратын. Күйеуім де ащы судан ұрттайтыны бар. Одан кейінгі қайным арқасы бар еді. Ол да ішіп алса бүлік шығарып, көрінгенмен ұрсатын. Тіпті өз әке-шешесін адам құруы көрмей әкіреңдеп кететін. Жұмыссыздықтан ба, жастар бос, қиыншылық заман. Ер кісілердің көбісі сол кездері арақты көп ішетін. Күйеуім ішкені болмаса маған тиісіп сөйлеп ұрған емес. Мінезі жұмсақ болатын. Тек жоғарғы білімі жоқ, тұрақты жұмысы жоқ. Сол жағынан қиналатынбыз. Арада біраз уақыт өткен соң 1996 жылы менің аяғым ауырлап қыз бала босандым. Сол жылы бір жылдай жарық, электр жарығы болмай, тас ғасырда өмір сүріп жатқандай болдық. Қызым 4 жасқа келгенге дейін күйеуімен жақсы тұрдық. Кейін күйеуім салынып шетін болды. Не жұмыс істемейді, мұның барлығын анам естіп біліп жүрді. Сөйтіп мен төркініме барған сайын сөйлейтін. Күйеуін алқаш, қайтесің оны, адам болмайды, ажырас, өз күніңді өзің көре аласың, деп сөйлей беретін. Мен үндемей жүре беретінмін. Сөйтіп бір күні анам келіп, мені бар жүгіммен жиып, ажырастырып алып кетті. Анам мені тұрмысқа өзі беріп, өзі ажырастырып алды. Мен де жуаспын, көміспін бе, ішкі мен дегенім жоқ.
Анам не айтса соны істей беріппін. Қайта анам: күйеуін ішсе де саған қол көтермейді, сөйлемейді, қиыншылыққа шыда, ішкенін қояр, адам болып кетесіңдер, деп ақылын айтса, бәрі басқаша болар ма еді, білмеймін. Ажырасып кеткеннен кейін артымнан енем мен қайным келді. Бәрі жақсы болады, үйге қайт, жассыңдар, әлі-ақ жақсы отбасы болып кетесіңдер, деп еді. Анам тағы араласып, бармайды деп жібермей қойды. Сонда енем тұрып, кетіп бара жатып, маған ауыр сөздер айтып, қарғап кетті. Нақты не деп айтқаны есімде жоқ, бірақ қатты нығып кетті. Содан кейін анам мені қызыммен бірге Алматыға жіберді. Алматыда Думан ықшам ауданында тұратын анамның туыстарының үйіне тоқтадық. Мұнда да маған оңай болмады. Екі қолға бір күректеп, кез келген жұмысты істей бердім. Біраз ақша жинаған соң, бұрындай ықшам ауданынан жер үйдің алдынан 2 бөлмелі времянкада пәтер жалдап, қызымыз екеуміз тұра бастадық. Қызымды осындағы үйге жақын мектепке бердім. Араға біраз уақыт салып, күйеуім артымыздан іздеп келді. Екеуміз сөйлесіп, бір ымыраға келіп, бірге тұра бастадық. Күйеуім ішкенін қойдым, енді адам боламын деп уәде берді. Мен оған сендім. Бір мүмкіндік беріп көрейінші деп ойладым. Алғашында шынымен ішпей жақсы жүрді. Табылған жұмысты істеп, ақша тапа бастады. Мен кейде жұмыстан кеш келетінмін. Сол кездерде үйді жинап, тамақ жасап қоятын. Кейін қолына ақша түскен соң, тағы да іше бастады. Времянка болған соң көмірмен от жағатынбыз. Мен өзім жүгіріп көмір түсіретінмін. Ол болса ішіп жататын. Не көмірді кіргізбейді, не маған көмектеспейді. Маған: сен анаң секілді пысықсың ғой, асырай аласың бізді, деп күлетін. Мен бәрінен шаршай бастадым. Күйеуіме шарт қойдым. Не отбасыңмен боласың, не арағыңмен кетесің, дедім. Ол арағын таңдады. Сөйтіп тағы ажырасып кеттік. Осы арада менің денсаулығым сыр берді. Неврология ауруына шалдықтым, мазам болмады. Көп емделдім. Осылай жүріп, жөнді жұмыста істей алмадым. Пәтерақымды да төлей алмай, Гресте тұратын інімдігінде уақытша тұратын болып, сонда көшіп кеттік. Інім бұл уақытта үйленіп, әйелімен осы Алматыға келіп жұмыс істеп жүрген болатын. Інімнен кейін анам тағы бір ұл, бір қыз тапқан. Олар да өсіп, сіңілім келінімнің туысқан інісіне мектепті бітіре салып тұрмысқа шыққан болатын. Ата-енесімен Алматы облысына қарасты қалаға жақын маңдағы ауылда тұратын. Бірақ күйеу бала осында Алматыда жұмыс істейтін. Ауылына барып келіп тұратын. Сөйтіп, мен біраз емделіп аяққа тұрған соң, қайта жұмысқа шықтым. Қызымды демалыста ауылға әкесіне жібердім. Күйеуіммен, ата-енемен қарым-қатынасымыз дұрыс болмаса да, немерелерін көріп тұрсын дедім. Бір күні жұмыстан шығып, ертерек үйге келіп ұйықтап жатсам, біреу жұлқылап жатыр. Ұйқылы ояу көзіммен қарасам, үстімде төніп біреу отыр. Жалма-жан есімді жиып алдым. Қарасам, күйеу балам, сіңілімнің күйеуі. Әй-шәй жоқ, күштеп мені шешіндіріп жатыр. Қарсыласып бағып жатырмын, қояр емес. Бір кезде ана жерін ұстап алдым да: арам ойынды іске асырар болсан, асыл бөлемін, дедім. Ол бірден тоқтап қалды. Мені босатып үстімнен түсті. Мен аяқ-қолым қалтырап, өксіп жыладым. Одан мұндайды күтпеп едім. Туған күйеу бала маған мұндай істейді деп ешқашан ойламаған едім. Ол болса, жүзінде ешқандай қысылу, қымсыну жоқ, не кешірім сұрамайды. Қойшей тәте, не болды сонша, деп қояды. Арсыз, көргенсіз немекен. Інімдер келгенше күттім. Бәрін айтып салсам не болады? Інімнің отбасын, сіңілімнің отбасын ойладым. Інім де жуас, сіңілім одан әрі момын. Бұлар не істей алады? Оның үстіне сіңілім күйеуін қатты жақсы көреді. Жаны жараланбайды ма? Ойым сан-саққа кетті. Ар-намысым тапталып, шарасыздыққа түстім. Ешкімге ештеме деп айтпадым. Сол түні күйеу бала мені шынымен асылып қалады деп ойлады ма? Түнімен күзетіп шықты. Жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, арнаға жазылып, лайк басып пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Рахмет.